Ну, например, исходя из моей практики, вот с другом Жанаем, например, если у человека есть 100 тысяч долларов, у начинающего, я бы дал совет на эти 100 тысяч долларов купить 5 автоматок по 20 тысяч долларов. Чем 20 автоматок, да, чем 20 автоматок по 5 тысяч долларов. Почему? Исходя из этого, то есть ты покупаешь более породное, более качественное потомство. Да, материал, да. Вот я бы совет дал такой, брать хороший материал. Жақсы аят айтты. Так, бұл пирамида емес. В общем, осы жамағатқа бір бәле қылып қосылу керек. 20 мың доллардан алу керек. Дұрыс айтады. Бір бесеуін алсам, өзім сияқты бір бесеуін тапсам, оларға құлағынан теуіп 20 мың долларға сатсам, нөлге шығады. Зато автомат менде қалады. Потом тағы да бір еркегі туып қалса ішінде, оны оқиды қылып жамағаттың арқасында сен жақсы, мен ит жақсы деп бір 200 мың, 300 мың долларға сатсам, осында реклама ұрсақ, отрезін көрсетсек, құлағын қайта көрсетсек, элита деп жамағатпен бір күнімен түнімен жүрсек, реклама жақсы кетіп жатса, оны жеуге болмайды ғой. Бұқта Қисары, Еділбай, Байсары деген ғой, соны жей береміз. Арашамен ақша істеу керек қой, элитаны. Бүйтіп, мен 200-ге сатсам, ол 300-ге алса, мен 500-ге сатсам, сөйтіп миллионға жеткізсек, миллионды 2 миллионға жеткізсек, бүйтіп. Жақсы бизнес негізі.